туған анама өкпелімін. Өйткені әжемді мүлдем сыйламайды. Әкем 15 күн үйде, 15 күн жұмыста болады. Әйтеуір айдың 15 күнінде әжем бізбен бірге отырып тамақтанады. Қалған 15 күн ол үшін тозақ. Кейде ыстық тамақ ішпей, таңды ұйқысыз аттыратынын сеземін. Анам жұмыс істемейді. Сіңлім екеуміздің сабағымызға қарап, үйдің шаруасымен айналысады. Үйде 4-5 бұзауы бар. Соны сауып сүтін өткізіп, құрт май жасайды. Өзінің табысы әжептәуір, одан қалса әжемнің зейнетақысын алады. Әкемнің, анамның ақшаны қайда жұмсап жатқанын, есебін сұрағанын естіген емеспін. Барлығын сеніп тапсырып қойған. Анам қымбат ыдыстар сатып алады. Қонақ бөлмені қажетті жиһазбен сәндеп қойған. Бірақ ол бөлмеге тек төркінін ғана кіргізеді. Әрі әдемі ыдыстарды төркіні келген кезде ғана шығарады. Ал әкемнің қарындастары келсе, әжемнің кезіндегі ескі ыдыстарды дастарханға әкеледі. Әжеме сынық ыдыспен тамақ береді. Мұны көрген кезде әжем көзіне жас алып, қамығып қалады. Тамағын көрсең, ішінде не ет жоқ, не көкөніс жоқ. Балғын нан жеуге болмайды деп, үнемі суы қашқан нанды береді. Ішін жүргізеді деп сүт те бермейді. Керісінше, үйдің қазынасы болған қарияға көңіл бөліп, оның жағдайын жасап, батасын алғаны дұрыс емес пе? Мұны анама айтсам, түк те түсінбейді. Жасап жүрген ісінің дұрыс еместігін айтсам, анам жас күнімде маған көрсетпегені жоқ. Істеген ісінің қайтымы осындай болып тұр. Қадірімді білсін, мені де кезінде талай жылатты. Көзінен жас емес, қан ақсын, деп қарғайды. Анам жас келін болған кезде, енесінен қандай қорлық көргенін білмеймін мен. Себебі анам келін боп түскеннен кейін 7 жылдан соң ғана бала көтерген екен. Содан 2 қыз туған. Көп балалы болуға денсаулығы жарамайды екен. Анамның сөзіне еріп, көне салайын десем, арым жібермейді. Бір жағынан әжем де, қыздары да сондай жауыз емес, болмыстары момын. Әкем де анасына жақсы қарайды деп ойлайды. Анама, сіз жақсы адам болсаңызшы, жақсылығыңыз адамнан болмаса да, Алладан қайтады емес пе? Ертең сіз де қартаясыз ғой. Сол кезде рахатын көресіз, десем, араласпауымды айтады. Анамның бұл ісін әкеме айтайын ба, әлде ішіме жұтып, өз-өзімді жей берейін бе? Әкеме айтсам не өзгереді? Әжемнің күйі бұдан да жаман болмайтынына кім кепіл? Биыл 11-ші сыныпқа өттім. Бірнеше айлардан соң мен де мектепті бітіріп қалаға оқуға кетемін. Қазір қолымнан келгенше әжеме қорған болып жүрмін. Сол кезде оның күйі не болмақ? Қорқамын. Құрметті тыңдарман, бұл жөнінде не ойлайсыз? Қандай кеңес берер едіңіз? Төменде пікіріңізді жазып, қолдау білдіруіңізді сұраймыз. Егер сіз сырыңызбен бөлісіп, ақыл-кеңес сұрағыңыз келсе, төменде көрсетілген электронды поштаға өз хатыңызды жолдауыңызға болады. Хаттар әрдайым анонимді түрде жарияланатынына кепілдік береміз. Бұл материал Алтын Босаға Республикалық отбасылық газетінен алынды.